сәлем достар. Осындай неше түрлі мол шығатын сатылымға я болмаса той жиын, той топырларға жасасаңыздар болады. Өте мол болып шығады. Әртүрлі салмамен жасасаңыздар өте жұмсақ пирогтың қамыры. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. Бөлек-бөлек осылай жарып аласыздар. Өйткені кейбірде жұмыртқалары бұзылып шығып жатады. Сол кезде бізге ысырап болмау үшін осылай бөлек-бөлек жарып алғандарыңыз жөн. Осылай бөлек-бөлек жарып алдық. Өзімізге де жұмыс жасауымызға ыңғайлы болады. Сол кезде бөлек-бөлек жарып алғандарыңызға. Бізге 270 грамм шекер керек болады. Венчиктің көмегімен жақсылап осылай былғап аласыздар. Бір жер жақсы, бұл қамыр кез келген пирогтарға бара береді. Сосын жұмсақ өте неше күн тұра береді. Холодильниктерде жасап қойсаңыздар 4-5 күнге дейін. Мен осындай Декми фирмасының қаймағын алдым. 2 қасық саласыздар. Кез келген қолдана берсеңіздер болады. Мен өзім Декми фирмасыныкін алатын болғасын өзіме ұнайды. Бюджетті варианттағы қаймақтарды қарайсыздар. Кез келген құрамды бюджетті вариантта өзіңізге қалтаңызға қарап ала бересіздер. Бізге 350 грамм сары май керек болады. Осылай былғайсыздар. 550-600 грамм ұнымызды алдын ала електен өткіземіз де 25 грамм қопсытқышымызды салып жақсылап былғап аламыз да араластырып осылай қамырымызды еле береміз. Кейбір ұнның тығыздығы, ылғалдығы бар дегенде осылай қолыңызбен бірінші елеп аласыздар, сосын тағы да қосасыздар қарап тұрып. Мен 2-3 рет осылай шамалдан қосып шықтым, өйткені жабысқақ бізде қамыр болды. Қамырымыз елеп болған соң 2-3 сағатқа холодильникке сала тұрсаңыздар болады. Сізге формаларды көрсете кетейін. Пирогтардың осындай раздвижной кольцо болады. 3 түрінен көрсетіп жатырмын сіздерге. Ішінде осындай несі жазулы тұрады, размерлері, диаметрлері. Осылай биіктеу бортик қылып жасап пирогтарды жасауларыңызға да болады. 24-26 кез келген өзіңізге ұнайтын размерді жасап аласыздар. Қайсысы ыңғайлы болады? Мынандай не бар? Екеуінің форманың размерлері 26, біреу биіктеу, біреу төмендеу. Бізде 1521 грамм қамыр шықты. Осыны кішкентай пирог жасайтын болсаңыздар, калькуляторға салып 6-ға бөлесіздер. Я болмаса үлкен пирог жасайым десеңіздер 5-ке бөлесіздер. Үлкен пирогтан 5-еу шығады. Биіктеу бортик жасайтын болсаңыздар, кішкентай формамен 6-ау шығады. Осылай ұнды сеуіп, қамырымыз жаямыз да формамызға жайғастыра береміз. Осылай жандарын астына пергамент төсеуді ұмытпаңыздар, өйткені жабысып қалса алынбайды. Кішкентай формамызға қағазды төсеп алдым. Качественныйын қарасаңыздар. Осылай жайғастырып шықтым қамырымызды. Кез келген салмамен жасай берсеңіздер болады. Мен қазір сіздерге сүзбемен көрсететін боламын. Сүзбе бізге 400-500 граммдай керек болады. Егерде 2 кішкентай пирог жасайым десеңіздер 450-500 граммдай аласыздар. 100 грамм шекер керек болады бізге. Тағы да 3 жұмыртқа керек болады. Осылай бөлек-бөлек жарып саласыздар. Бөлек-бөлек жарып алғандарыңыз жақсы. Осылай блендермен езіп шығамыз. Бізде түйірі қалмау керек. Осылай блендердің көмегімен езіп алдық біздер. Мына жерде мен үлкен пирог жасадым, 26 диаметрлік. Негізінде 2 кішкентай манағыдай сізге төмендеу көрсеткендей формаға салсаңыздар 2 пирог шығады. Үлкендеу формаға қойсаңыздар 1 пирог шығады. Тағы да міне осылай жайғастырып алдық. Енді кезекте біздер карамельді пирогты жасап көрсететін боламын сіздерге. Бізге осындай 3 желаниенің
вареный сгущенкасы керек болады. Бір банка. Кез келген вареный сгущенка ала берсеңіздер болады. Өзіңізге қалтаңызға қайсы ыңғайлы болады. Бірақ та Три желанияның сгущенкалары жақсы. 300 грамм үстіне қаймақ саламыз. Декми фирмасынікі, менікі 20-25% аласыздар. Сосын тағы да 3 жұмыртқаны тағы да үстіне жарып, осылай бөлек-бөлек жарып үстіне сала береміз. Бірінші қаймақ салмастан бұрын негізі вареный сгущенкаларымызды миксерлеп алғандарыңыз жөн. Негізі қаймақпен бірге салып жіберсеңіздер түйір-түйір болып қалады. Үстіне 50 граммдай шекер салдым мен, өйткені вареный сгущенка тәтті. Осылай тағы да бір миксерлеп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай төмен формаға салдым. 2 пирог шығады. Я болмаса үлкендеу, биіктеу қылып жасайтын болсаңыздар, бір формаға құятын боласыздар. 24-26 диаметрлік, я болмаса 28-ге де жасай беруге де болады, биіктеу болса. Көріп тұрғандарыңыздай сатылымға шығаратын болсаңыздар, 3 түрлі пирог, я болмаса неше түрлі салмасына жасай берсеңіздер болады. Алдын ала 170-180 градуста пешімізде 30-35 минутта пісіріп аламыз. 100 грамм тары керек болады. Бұдан да 2 порция жасаймыз. Қатты қайнап тұрған суымызды тарымызға құямыз да бір жуып аламыз. Екінші рет тағы да жуып аламыз, өйткені тары кішкене ластау болды. Декми фирмасының қаймағын аламын мен. Бұдан 600 грамм салдым. Жарты порция жасайтын болсаңыз 300 грамм қаймақтан, сосын 50 грамм тары жасайтын боласыз. Үлкен формаға жасайтын болсаңыз, осы бір кішкентай порция кетеді. Бізге бір жұмыртқа керек болады. Осылай жарып аламыз. Бір жұмыртқа деппін ғой, 3 жұмыртқа шатасып кеттім. Үстіне 100 грамм шекер салдым да бұлғап алдым. Үстіне манағы бұқтырылған тарымыз саламыз. Жақсылап бұлғаймыз. Сосын осылай жақсылап бұлғап алдық қасықпен. Осылай формамызға қамырымызды жайғастырып болған соң осылай құямыз. 170-180 градуста әркімнің пеші әрқалай қарап тұрып пісіріп аласыздар. 35-30 минутта. Пешімізге салдық. Сау болыңыздар, ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, күшті, жұмсақ болып шығады.